GovHR форумының негізгі мақсаты, өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев агенттік толыққанды HR институтқа айналу керек деген болатын. Сондықтан да біз адами ресурстармен жұмыс жасау, адами капиталын дамыту бойынша осындай үлкен халықаралық тәжірибелерді Қазақстанға және Қазақстанның өзіндік тәжірибелерін басқа мемлекеттерге таныстыру бойынша осындай жүйелі түрде былтырдан бастап үлкен осындай тәжірибе алмасу алаңын орнықтырып келеміз. Себебі біздің мақсатымыз тек қана мемлекет басшысы айтқанда үйреніп қана қоймай, және үйрету ұлтына айналу. Сол себепті біз қазіргі кезде өзіміздің e-қызмет жүйесі бұл ОСР-дің обсерваториясында, яғни инновациялық үлкен жаңалық ретінде танылды. Оған біздің шетелдік көптеген әріптестеріміз қызығушылығын білдірді. Сол себепті біз осы жерге барлығының басын жинап, жаңа ғана біз презентация өткіздік. Қазір үлкен форум, өзіміздің жаңалықтарымызбен бөлісеміз. Себебі алдағы уақытта біздің де біраз осы адам ресурстарымен жұмыс жасау бойынша және мемлекеттік қызметшілердің дағдыларын, біліктілігін арттыру бойынша көптеген шараларымызды өткізіп жатырмыз. Сол себепті қазіргі таңда біздің шетелден келген әріптестеріміз өздерінің де озық тәжірибелерімен бөлісетін болады. Себебі бүгінгі біздің негізгі мақсатымыз цифрлық және жасанды интеллект заманындағы адам капиталының негізгі көздерін ашу. Сол себепті біз осы мақсатта адамдардың барлық қамти отырып, ол тек қана мемлекеттік қызметшілерге қатысты ғана емес, сонымен қатар барлық адами ресурстарды дамыту, яғни қоғамдағы, мемлекеттегі біздің білікті, білімді жастарымыздың олардың сапасын арттыру. Сол себепті біз форумға тек қана ғылыми ортадан емес, сонымен қатар жас мемлекеттік қызметшілер және де жастарымыз қатысады. Олар да осы озық тәжірибелерді естиді, үйренеді. Бұның барлығы біздің толыққанды адами ресурстармен және адам капиталының даму мақсатында жасалынып отыр.